сәттілік тілеймін. Алдағы уақытта әрбір тапсырмаға зейіндерің ашылып, жақсы орындауға тілектеспін. Отыра қойыңдар. Сабағымызды бастамас бұрын үш топқа бөлеміз. Мына берілген тізімдер бойынша Нұрхан. Жақсы. Біріншісінде көрсетілген. Атомның электрондық құрылысы, яғни көрсетілгендей, сандардың қосындысы қайсысына тең болады? Қанша шығып тұр? Қайсысы болады? Калий. Калий. Бірінші қатарда үшіншісінде. Ең қиын алтын металл. Вольфрам. Жақсы, көрейік. Үшінші қатарда. Екі және алтында көп металдар мен бейметалдардың тұратын жер, ол бізде қоспақ. Жақсы, көрейік. Номер. Жақсы. Химиялық қаттылығы жағынан болаттан қалыспайтын авиация мен автомобиль өнеркәсібінде қолданылатын құйма. Самолетте ғой, яғни. Самолетте қандай металлмен жұмыс жасайды? Шойынмен ба, бюралюминиймен ба? Қайсысы деп ойлайсың? Бюралюминий. Не себепті? Себебі шойынмен не істейді? Не істемейді? Ұшақ пайдаланбайды. Жақсы. Яғни шойын ауыр металл ғой, ал бюралюминий ол жеңіл болғандықтан әуеге көтеріледі. Жақсы, жарайсың. Жақсы. Қазақ металлургиясына үлес. Жақсы. Жоғары температурада металларды тотықсыздандыру арқылы алу әдісі. Феррометаллургия немесе гидрометаллургия. Тотықсыздандыру. Феррометаллургия. Жақсы. Тақырыбы екінші А топша элементтері сілтілік жер металдары. Яғни екінші А топша элементтерінде бериллий, магний, кальций, стронций, барий, радий жатар екен. Яғни бұлар жоғарыдан төмен қарай олардың топ бойынша сілтілік жер металдарды, металдық қасиеттері, атом радиустары, атомдық номерлері артады екен, атомдық массаларды. Жалпы периодтық кестеде орналасқанда әрбір элементтің, яғни сілтілік металдардың әрбір элементтің қабат сандары орналасқан периодына сәйкес келеді. Мысалы, екінші периодта орналасса, ол 2 қабаттан тұрады. Үшінші периодта болса, 3 қабаттан тұрады. Сыртқы қабатындағы электрон саны орналасқан тобына сәйкес келеді екен. Атомдық нөмірі керек. Оның 4 электроны бар. Олардың екеуі сәйкес қабатта орналасқан. Нәтижесінде магнийдің электрондық 8-і 3-ші қабатта орналасса, 19-шы және 20-шы үшінші периодта болса 3 қабаты көрсетілген. Енді үшінші период тобына сәйкес келеді. Қай топта орналасса, сонша электрон қабаты болады. Жақсыласынып, жақсылмасында орналасып қойылды, бер жақындап отырып. Содан кейін мынаны жақсыласындар. Керектісін жақсыласындар, керек емесін алып тастайсыңдар. Жақсы. Бар металдар. Екінші элементтерде қандай металдар бар? Соны кальцийді қойдық. Кальцийді? Жақсы. Келесі. Миран. Ол С. Қосу ашу. Не түзеді? Кальций не түзеді?
Екі. Terus, OH var. Subjekt bölümünde. Енді бірінші тапсырым, бірінші топта сүйдегі бөлінді дейді. Металдың маляр дәліздегенін жазамыз. Дескриптор бойынша бірінші карбонаттың 200 килограмм массасы. Қанша грамм берілген? Қанша грамм берілген? 50 грамм қанша? Ақтасы қой ол, килограмм болды. Көп астынан тақтаға маған ақ болдың шығар. Қайсы баласынан түр болады? Одан кейін ана жазылған. Он отырады ғой. Бізге берген кезде егер тұқымның шығымы 80% болса, онда 31 тонна кальций ортофосфатынан қанша ортофосфор қышқылын алуға болады. Жақсы. Енді есептің шарты бойынша бізге Biz birinchi formulani qurib oldik, ya'ni kalsiy reaksiya degan qurib oldik. Undan keyin biz kalsiy ortofosfatni molarlik massasini topdik, 310 gramm. Undan keyin ashish qilib molarlik massasi 98 bo'lgan. Biz 19.6 ga ko'paytirib 310 ga bo'lganda biz 19.6 chiqdi. Ya'ni biz 19.6 ni 80 ga ko'paytirib 100 ga bo'lganda 15.68 chiqdi. Ya'ni biz 31 tonna kalsiy ortofosfatdan biz 15.68 tonna ortofosfor qismini olamiz. жарайсыңдар. Жақсы. 80-ге дегенде 80%. Бізге берілген есеп, бірінші есеп, тұтылу дәрежесі 2-ге тең, 8 грамм металл сумен әрекеттескенде 4,48 литр, яғни сутегі қалыпты жағдайда бөлінеді. Осы металлдың бізде малярлық массасын анықтап, оны табуымыз керек. Оны табу үшін бізге осыған 2H2 қолына қосамыз. Нәтижесінде OH2 плюс H2, яғни сутек төбеге ұшып кетеді. Сонымен жауабы 8 граммды біз 22,4 литрді бөлеміз 4,148 литрге, жауабында 40 грамм моль шығады. Себебі бізде жауабы малярлық массасы 40 грамм моль. Бұл не грамм? Теңделетін қай элементке? Элементтің массасын тапты. Кальций элемент, жақсы. берілгені бойынша бізде таза кальций карбонаты 50 кг, массасын қақтағанда оның массасы 4,4 грамм келмейді. Кальций карбонатының қанша проценті құрайды? Ең алдымен ол есепті шығару үшін кальций карбонатын ыдыратып алуымыз керек, яғни кальций оксидімен көкшіл газын су екіге ыдыраттық. Оның ең алдымен малярлық массасын таптық. Бізде кальций карбонатының малярлық массасы 100 грамм моль болатын болса, су екінің малярлық массасы 44 грамм моль болған. Енді ол екеуін көбейтіп 100-бен 4,4-ті көбейтіп, оны 44-ке бөлдік. Сонда бізде шыққан мән 10 килограмм болған. Енді ол 10 килограммды бізге берілген масса 50 килограммға бөлгенде шығады 20% шығады. Жақсы, жарайсыңдар. Жақсы, жарайсыңдар. Байланыс ретінде сабаққа мына жерде берілген құрақ көрпешені қайсысын сендерге осы бүгінгі тақырып ұнады және қаншалықты толық түсіндің және толыққанды түсінбедің, соған байланысты кері байланысты қолдарына беремін. Мына жерде берілген мына қалташаларға салып кетеміз, иә? Түсінікті ғой? Жақсы. Орнымыздан тұрамыз. Сабаққа қатысқандарына үлкен рахмет. Кері байланысты